Ай, қатынқа, қайда кетіп қалдың сен? Бізді сөйлетсейші, сені барлығы іздеп сұрап жатыр ғой. Дадам деп мен оралдым. Қанша уақыт үзілістен кейін күшті энергиямен келдім. Соны айтам, бізді де новый қып алып алдың, бізді көрсеткен жоқсың. Я, арада қанша үзіліс болды. Үйге көптеген өзгерістер жасадық. Оның арасында осындай стол алған болатынбыз. Қараңыздаршы, 6 орындық осындай күшті стол бар. Бетіне әти дастархан алмадым. Өзімнің бетінде ламинаты болғандықтан осылай тез кухняны тазалап алдым. Біздің тұрғанымызға қанша уақыт болды, жусайшы бізді де сөйлетпегелі, қай заман шаршадық қой сөйлемей. Ой, жандарым, мен де сендерді сағынып қалдым ғой. Давайте, барлықтарың іштерің пісіп қалған шығар, сөйлеңдер ал дедім. Мен не істеріңде ма? Күшті қылып үйін тазалап беретін едім ғой, әлі де мені қолданады. Иә, осы ручной пылесосым аман болсын. Осымен тез үйлердің барлығын жинап, сіздерге ішім толып қалған айтатын зат көп қой енді. Бірақ қазір бірінші үйлерді жинап алайын. Қараңыздар, ручной пылесостан өте көп мусор шаш шығады ғой. Залтамға осындай диван алған болатынбыз. Бұның тұрғаны ұнамай, маған өзгеріс жасадым. Тадам! Қалай сіздерге? Алдыңғы тұрғаны ұнады ма, әлде осы тұрысы жақсы ма? Жаза кетіңіздер. Сосын үйлерді жинап болған соң кешкі тамаққа кірістім. Осылай палау бастадым мультиваркаға. Біз 2-3 адам болғандықтан аз ғана қып істеймін. Осы мультиварка маған өте ыңғайлы. Программасына қоясын, өзі от души пісіп береді ғой.